Қисық осанка 21 ғасырда көп кездесетін проблемалардың бірі, бірақ 7 күннің ішінде осанканы түзеуге болады ма? Видеоның барысында білетін боласың. Осанка неден қисаяды? Дұрыс отырмаудан және де арқаның әлсіз болуынан, және де ол осыған әкеледі. Бірінші күн. Жаттығуларға көшейік. 3 жаттығу күніне 10 минут алады, саған тек қана ұзын орамалмен шар керек. Бірінші жаттығу. Орамалды екі қолмен ұстап, артқа созамыз. Видеодағыдай. Арқамен иық созылуы керек. Екінші жаттығу. Қол 90 градуста орамалды ұстап, артқа жайлап созамыз. Үшінші жаттығу. Жарға артымызбен тұрып, кішкене аяғымызды бүгіп, бел мен арқаны жарға бастырамыз. Қол 90 градуста үстіге көтереміз. Арқа ауыруы керек. Егер ауырмаса, дұрыс жасап жатқан жоқсың. Бұлай жасауға болмайды. Осылай болады. Әр жаттығу 3 подходтан 10 немесе 15 рет. Арасында 30 секунд дем аламыз. Нәтиже, менің осанкам жақсарды және де бұл жаттығуларды күнделікті жасап тұру қажет. Сонда сенің арқаң асфальт болады.